Инвестициялауды енді бастап жатқандар үшін бірінші кезекте биржаның қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды. Биржаның не қажеті бар, ол қалай жұмыс істейді деген сұрақтардың жауабын табу керек. Біз бүгінгі видеомызды дәл осы қор нарығына арнаймыз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Қысқаша және түсінікті тілмен айтатын болсақ, биржа бұл сатып алушы мен сатушы кездесетін орын. Олар қор биржасында тек тауарларды емес, бағалы қағаздарды сатады. Яғни, сіз биржада акцияларды, облигацияларды және қорлардағы акцияларды сатып ала аласыз. Әлемдегі барлық дерлік елдердің өз биржалары бар. Кейде олар тек бір мемлекеттің аумағында бірнеше болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстанда екі биржа бар. Қазақстан қор биржасы, қысқаша кассе, және Астана халықаралық қаржы орталығы, қысқаша AX биржасы. Біздің биржаларымыздың ерекшелігі халықаралық саудамен салыстырғанда мұнда саудаға салық салынбайды. Биржалар жергілікті және халықаралық болады. Жергіліктіде компаниялар мен инвесторларды тек мемлекет ішінде ғана тартады. Мысалы, Қазақстан мен Ресейде солай. Сондай-ақ өз алаңдарында жергілікті компаниялар мен инвесторларды, сондай-ақ шетелдік ойыншыларды да тартатын халықаралық биржалар да бар. ақш биржасы халықаралық биржалар мәртебесіне ие. Олар бүкіл әлемге Нью-Йорк қор биржасы және NASDAQ аббревиатураларымен танымал. Олар бүкіл әлемдегі компаниялардың бағалы қағаздарын сатады. Биржаның функциясы қандай? Ол сауда-саттықтың заң аясында адал өтуін қадағалайды. Сонымен қатар оның қатысушылары арасындағы қатынастарды реттейді. Қатысушылар деп отырғанымыз инвесторлар, брокерлер, эмитенттер. Кез келген компанияның қор биржасында бағалы қағаздарын сатып алғанда, адам инвесторға айналады, яғни бизнестің толық иесі болады. Биржада кез келген құнды қағазды сатып алу үшін сізге делдал қажет болады. Мұндай делдал брокерлік қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензиясы бар брокерлік компания болып табылады. Брокер инвесторға биржаға кіруге мүмкіндік береді және ол үшін комиссия алады. Сіз брокерлік шотты ашасыз, оны қажетті валютада толтырасыз және брокерге қандай бағалы қағаздарды сатып алу керегі туралы тапсырма бересіз. Қазіргі заманда бағалы қағаздармен жасалатын барлық операциялар брокердің сауда платформалары арқылы онлайн режимде өтеді. Бағалы қағаздардың барлығы электронды форматқа көшірілген. Бүгінде ақш-тың Нью-Йорк қор биржасы және NASDAQ биржалары капиталдандыру бойынша ең үлкен және инвесторлар үшін ең тартымды болып табылады. Ең қызығы, америкалықтарды қор нарығы және биржа сияқты ұғымдармен мектеп қабырғасынан бастап таныстырады. ақш-дағы акцияларды миллионерлер ғана емес, көптеген қарапайым азаматтар да алып жатады. Қор нарығын биржада ақша табу арқылы бағалы қағаздарды, акциялар мен облигациялар сатуға мүмкіндік беретін мемлекеттік компанияның немесе елдің бюджетіне инвестиция тартудың тетігі ретінде де түсіндіруге болады. Қаржы несие нарығымен қатар қор нарығы инфрақұрылымдарды дамыту және халықтың әл-ауқаты үшін мүмкіндіктер ұсына отырып, әлемдік экономикада маңызды рөл атқарады. Әлемдік тарихта бірінші болып өз қызметін тауарларды сатып алу-сату форматында бастаған еуропалық биржалар болды. Халықаралық сауданың, өнеркәсіптің, темір жолдардың және банктердің дамуымен бағалы қағаздар нарығы өсе бастады. Ең танымал биржалардың ішінде Амстердам және Лондон болды. Онда 17 ғасырда бағалы қағаздармен мәмілелер жасалды. Вексельдер мен облигацияларды шығару арқылы өнеркәсіптік компаниялар мен банктер өздерінің дамуы үшін инвестициялар тартты. Лондон қор биржасының ғимараты 1801 жылы салынған. Кейін брокерлер онда көшіп барған. Олар онда мәмілелер жасасып, есеп айырысулар жүргізген. Нью-Йорк қор биржасы 1817 жылы құрылған. Оның тарихы Лондонға ұқсас, өйткені ол Тойнтайн Кофе Хаус кофейнясындағы іскер адамдардың жиынтығынан бастау алған. Биржада кімдер болады? Ел экономикасына инвестициялар тарту үшін облигациялар шығаратын мемлекеттер. Нарықта акциялар, облигацияларды сату және даму үшін ақша тарту үшін биржаларға шығатын компаниялар. Ақша табу үшін акцияларды немесе облигацияларды сатып алатын жеке инвесторлар. Инвесторлар мен биржалар арасындағы міндетті делдал болатын брокерлер. Биржа дилерлер, андеррайтерлер арқылы сауда-саттық механизмін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ депозитарийлер және басқа да қатысушылар бар. Институционалды инвесторлар. Бұл акциялардың үлкен пакеттерін сататын және биржадағы сауданың көп бөлігін қамтамасыз ететін заңды тұлғалар. Оларға мыналар жатады: инвестициялық қорлар, зейнетақы қорлары, қаржы және сақтандыру ұйымдары, банктер және несие одақтары.
Тікелей қор биржасында қолданылатын ережелерден басқа, бағалы қағаздарды сату, сатып алу сияқты қызмет түрі әр нақты елдің мемлекеттік органдарымен реттеледі. ақш-та бұл бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия, SEC. Биржада қатаң тәртіп сақталады. Барлық сатып алу және сату операциялары жазылады. Нарықтың барлық қатысушылары осы немесе басқа қағаздың кімге тиесілі екенін білу үшін мәліметтер жазылады. Инвестор эмитенттің акцияларын сатып алғаннан кейін мәміле туралы мәліметтерді тіркеуші мен депозитарий алады. Тіркеуші барлық акция иелері тіркелген тізілімдерді жүргізетін арнайы компания. Тізілім көптеген жеке шоттарға бөлінген және олар акционерлердің қайсысында қанша акция бар екенін көрсетеді. Мұндай шоттар акционерлерге жалпы жиналыс күндері сияқты маңызды жаңалықтар туралы хабарлауға және дивидендтер төлеуге көмектеседі. Тіркеуші де нарықтың лицензияланған қатысушысы болып саналады. Инвестордың бағалы қағаздарының есебін активтерді сақтайтын және депозитарий компания жүргізеді. Депозитарийлерде де ұлттық банкінің арнайы лицензиясы болуы тиіс. Депозитарий компания клиентке депоның арнайы шотын ашады. Онда клиенттің бағалы қағаздары есепке алынады және барлық операциялар туралы жазбалар болады. Сіз әрқашан қанша қағазыңыз және қандай қағазыңыз бар екенін білесіз. Сіз бағалы қағаздарды сатқан кезде депозитарий сіздің қағазыңыздың иесі екенін, яғни құқықтарыңыздың кепілі болады. Енді елестетіп көріңізші, 1 секундтың ішінде нарықта қаншама операция жасалады. Олардың әрқайсысы көптеген процеске қатысады. Бұл ретте жүйе еш ақаусыз және заң бойынша жұмыс істеу керек. Бүгінге осы, сіздер қор нарығы туралы жеткілікті мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Басқа да қызық жаңалықтар мен кейстерді біздің Instagram парақшамыз бен Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Сіздермен болған Ерасыл Миразбек, бұл инвестициялары. Көріскенше.